өзүңүзгө кандай эсир болду? Қалай айтсаңызшы? Маған енді бұл енді қайтадан мен туғылдым десем де болады. Мен өзім 2007-2008 жұмысқа кірдім. Біздің сатта алма болды. Мен қарадым. Ой, бұл көп алма. Мен керек емес маған бұл алма. Мың ағаш керек емес. Әкем айтты, жоқ, асықпай жұмыс істейік, көрейік деп. Енді мен бұл алмадан қалай айтсам болады, мен өмірімді басқа адам сияқты көрдім өзімді. Мен ойлаған, мен адам, бірақ қандай адам мен деп өзім ойлаған, бірақ осы алмамен мен өзімді білдім. Енді бізді Алла Тағала жаратқан, адам жаратқан, бәріге осы ағаштарын бақылау үшін бізді жаратты, бірақ енді мен өзімді қалай қарасам өзімге, алмада солай қарап отырмын. Егерде біз алманы таза тұтсақ, өмірі ұзақ болады, жемісті сапасы жақсы болады. Алманы өзімге көп салыстырамын өзімге, адамға. Қараңғыда жүрсек, бізде жақсы жеміс бермейміз. Күн бізге түссе, жақсы балдарны үйреткен сияқты, алмада тура сондай адам сияқты бұл да сынақ болады. Егерде дұрыс бұтап, дұрыс жүрсек, осында біз сияқты жемісті жылда бере береді. Оны айтсақ, енді бұл бау-бақша бірден болған жоқ, бірден бәріні үйренмедік. Бұл ақырын басқа кірді, адамге, бізге, қауымға, жұртқа, бәрімізге оңайлықпен кірген жоқ бұл. Бұл асықпай, басында болғанда адамдар керек емес деп, бәрімізіне шығады, керек емес. Жыл өткен сайын, аз-аздан жұртның ішінде өзімізді көріп, жылдан жылға бұл бір жылның ішінде емес, 10 жылның ішінде біз көзіміз ашылып, дайын болып, жұртның ішінде тағы көбейге бастап, осы Қазақстанға кеп үйреткен адам ол ең маңызды бірінші. Алла Тағала мәшеге әуеткенге біз қош ал Қазақстанға.